Білек сүйектеріне жататын шынтақ, улна. Кәржілікке қарағанда медиалда орналасады. Ұзын түтікті сүйек болып табылады. Диафизін және екі эпифизін ажыратамыз. Диафизі ортаңғы бөлігі, екі эпифизі проксималды эпифизін және дисталды эпифиздерін ажыратамыз. Проксималды эпифизінде шығыр тәрізді ойығын көреміз. Инцизура трохлярис дейміз. Шынтақ өсіндісін көреміз. Процессус олекаранон деп атаймыз. Тәждік өсіндісін көреміз. Процессус короноидеус дейміз. Тәждік өсіндісінің бүйір жағында және латеральды жағында кәржілік ойығын көруге болады. Инцизура радиалис дейміз. Бұнда келіп кәржіліктің басы жайғасады. Және шынтақ бұдырын көреміз. Тубероситис улны деп атаймыз. Денесі үш қырлы келген сүйек. Сол үшін де бұның үш қырын және үш бетін ажыратамыз. Алдыңғы қыры, немесе алдыңғы жиегі. Марго антериор деп атаймыз. Артқы қыры, немесе артқы жиегі. Марго постериор деп атаймыз. Және сүйек аралық жиегі марго интероссеус деп аталады. Сосын үш беті. Алдыңғы беті фациес антериор деп аталады. Артқы беті фациес постериор деп аталады. Және медиалды беті фациес медиалис деп аталады. Дисталды эпифизінде шынтақ басын көреміз. Капут улны деп аталады. Медиалды жағында біз тәрізді өсіндісін көреміз. Процессус стилоидеус дейміз. Шынтақ басы буын айналмасымен қоршалған. Циркумфлексия артикулярис деп атаймыз.